Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен дәл қазір құлпынайдың сезоны болып жатқаннан соң сіздерге дәмді құлпынайлы бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, арнама жазылып, қоңыраушаны қосып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа және де қантымызды бөлме температурасында жартылай еріген сары май қажет болады. Үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз, бір келкі масса болуы тиіс. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде бір келкі масса шықты. Ендігі кезекте ұнымыз саламыз. Ұнымыздың барлығын салмаңыздар, азғантай бөлігін алып қалыңыздар. Себебі біздің ұндарымыздың тығыздығы әртүрлі болғандықтан кішкене ғана айырмашылық болады. Бір шай қасық разилихтел, яғни қосқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап, жақсылап араластырып қамырымызды илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, иі қануы міндетті емес, басы осылай біріксе жеткілікті. Жұмсақ, нәп-нәзік қамыр шығатын болады. Ендігі кезекте қамырымызды тындыруға қоямыз. Кез келген пакетімізді салып, мұздатқышымызға салатын боламыз. Ендігі кезекте салмасын дайындап аламыз. Салмасына кез келген 20%-тен жоғары қаймақ түрі жарай береді. Оның үстіне қантымызды және де міндетті түрде кукурузный крахмал қосатын боламыз. Егер де сіздердің құлпынайларыңыз қышқылдау болатын болса, қантты кішкене шамалы көп қосып жіберсеңіздер болады. Енді кезекте құлпынайларымызды осылай майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Достар, арнама жазылып, қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Лайк басып, комментария жазып, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Достар, сіздерден қолдау болса, менен әрдайым жаңа рецепттер шығатын болады. Сіздердің басқан лайктарыңыз келесі видеоны шығуына мен үшін үлкен мотивация болады. Ал ендеше қолдау күтіп қаламын. Міне осылай құлпынайларымыздың барлығын турап болғаннан соң қайта араластырып жіберіңіздер. Біздің қантымыз толық еруі керек. Содан соң ғана құлпынайларымызды салып, қайта араластырып, және 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Біздің құлпынайымыз бен массамыз бір-біріне сіңіп, керемет үйлесіп үшін тағы да 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Оған дейін біз қамырын дайындап алатын боламыз. Достар, меніңдегі форма 30 диаметрлі форма. Мен дайындап жатырмын. Описание бөлімінен 24 диаметрлі формаға кететін ингредиенттердің құрамын барлығын сол жерге жазып қоямын, мөлшерін сол жерден таба аласыздар. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай дәл осылай қамырларымызды орналастырып шығатын боламыз. Қамырларымыздың барлығын орналастырып болғаннан соң міндетті түрде осылай шанышқының көмегімен осылай тесіп шығыңыздар. Себебі біздің қамырымыздың ортасы қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан шанышқыны міндетті түрде осылай қолданыңыздар. Дәл осы кезде пешіңізді қосып, алдын ала қыздырып алуды ұмытпаңыздар. 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Енді кезекте біздің салмамызды қайта араластырып алатын боламыз. Ал енді кезекте салмамызды салып, жақсылап барлық жеріне тегізіп алуымыз қажет болады. Құлпынайларымыздың барлығы бір жерге үйіліп қалмауы керек. Барлық жағына бірде тигені жақсы. Дәл осылай, достар, міндетті түрде видеодағын мән беріп қараңыздар. Мен сіздерге барлық лайфхактармен бөлісіп жатырмын. Осылай орналастырып болғаннан соң міндетті түрде шет-шетіне тегізіп алыңыздар. Видео барысында көрсетіп өтетін боламын. Дәл осылай жасауды ұмытпаңыздар, себебі біздің пирогымыз піскен кезде салмасы бөлініп тұруы мүмкін. Дәл осылай істесеңіздер, бөлінбестен дәл әдемі болып шығатын болады. Міне біздің пирогымыз дайын пісті. Міндетті түрде бөлме температурасында алдын ала суытып, одан кейін ғана дәл осылай кесетін боламыз. Достар, жасап көріңіздер, келесі кездескенше.